достор, сіздермен Шаки Production арнасы бүгін сіздерге ақша табудың тағы да бір оңай жолын көрсететін боламын. Бүгін біз mdvoti.com деген сайт арқылы ақша табатын боламыз. Бұл сайтта сіз ставка жасау арқылы ақша табасыз, яғни ставка деп айтуға келмейді деп ойлаймын. Сіз басында осыға сайтқа тіркелген кезде группаға тіркел дейді. Сол группаға тіркелгенде сізге қосымша бонусқа 5 рубль береді. Сол 5 рубльмен ойнап көтеріп алуларыңызға әбден болады. Немесе ұтып қалсаңыздар, қайтадан кивиден ақша салып жіберіп, сол ақшаны қайтадан көтеруіңізге немесе ұтылуыңыз әбден мүмкін. Бұл жерде қалай ойнайды? Бұл жерде мына жерге размер игры, яғни ойынның көлемі деп тұр, қанша ақша тігесіз, соны жазасыз. Бұл жерде ақша рубльмен есептеледі. Мысалға сізде 50 рубль болса, сіз 1 рубльмен ойнауыңыз мүмкін, болса 5 рубльмен ойнауыңыз мүмкін. Мына жерге шанс выигрышы, яғни неғұрлым жеңістің пайызы аз болған сайын ұтысыңыз да көбейеді, ұтысыңыз көбейе түседі. Ал шанс, яғни ұту көбейген сайын ұтатын ақшаңыз да азая түседі. Мысалға сіз 5 рубль тігіп, шансты 95-ке қойып қойсаңыз, 26 рубль ұтасыз. Мына жерде больше менше деп басасыз. Сол кезде 50 мың мен 99 аралығында сан шықса, сіз ұтасыз. Ал егер 0 мен 9499 арасында сан шықса, сіз ұтасыз. Қайсыңыз басқанына байланысты, және де большені бассаңыз, осының арасында сан түссе ұтасыз, ал егер мынаның арасында сан түссе ұтыласыз. 95% деген осы. Басқан кезіңізде 95% больше түсуі мүмкін. Ал меншені басқан кезде 95% менше түсуі мүмкін. 50%-бен ойнауға болады, бірақ ол өте рискованный дейді ғой. Тәуекел деп ойнап көруіңізге әбден болады. Ақша салу үшін бұл жерге пополнить дегенді басасыздар. Киви таңдайсыздар. Мына жерге қанша ақша толтырасыз, соны жазасыз. Одан кейін пополнить батырмасын басасыз. Мен қазір ақша салайын, сосын барып жалғастыратын боламыз. Неге тағы айтып кететін нәрсе, жаңа кіргеннен кейін мына жерде рубль таңдайсыздар. Болғаннан кейін мына екеуіне жазып қажет жоқ. Кейбір кезде осындай ошибка болып, осындай төртеу шығып кетеді. Сіз ең соңындағы осы жерге email жазасыздар. Өзіңізде бар emailды, яғни Gmail болсын, Gmail болсын, соны жазасыздар. Ал мына жерге кивидің нөмірін жазасыздар. Қазір ары қарай тағы көрсететін боламын. Болғаннан кейін оплатить деген шығады астында, соны басасыздар. Сол кезде сіздерге кивиге осылай келеді. Сізге арнайы сумма келіп тұр, соны төлеңіз деп келеді. Ал егер компьютермен отырсаңыздар, жаңа сайтта бірден төлеп жіберуге болады. Счета к оплате кіресіздер, не оплаченные счета, счета үстіне басасыздар. Одан кейін осы жерден төлейсіздер. Неге ақша төленді, қайтадан сайтқа кіресіздер, шығасыздар. Енді бұл жерге керек емес, шығамыз. Неге платеж проведено успешно, неге 50 рубль келіп тұр. Енді қалай ойнайтынын сіздерге көрсетіп жіберейін. Неге мысалға 1 рубль тік көрсетейін. 1 рубль тіккеннен кейін шансы 95-ке қойып больше дейміз. Неге ұттық. Бірақ біз 0,5 рубль ұттық. Ал егер шансты 50-ге қойсақ, біз ол кезде 1 рубль ұтамыз. Неге больше? Неге 51 рубль болды. Бізде 50 болатын, енді 51 болды. Қайтадан больше, неге тағы да ұттық. Осылай ойнай бересіздер. Неге ұтыласыздар. 338.460 түсті. Некелерде 499 менше деп тұр. Біз большені басқан болатымыз, сондықтан да біз ұта алмадық. Неге тағы да ұтылдық. Тағы да ұтылдық. Бұл жерде азартқа кіріп кетпеңіздер, достар. Бұл сәл азартта ойын. Ақшаңыздың бәрін сап жермей, уақытында тоқтасаңыздар өте жақсы болады. Ақшаңызды көтергеннен кейін выводты басасыздар. Осы жерге сумма жазасыздар. Мысалға, бұл жерде минимальный сумма 50 рубль ақша шығару. Осы жерге қанша рубль шығару керек екенін жазасыздар. Астына өздеріңіздің нөмірлеріңізді жазасыздар. Одан кейін выплата басасыздар. Ақша 12 сағаттан 1 сағатқа дейін, кейбір кезде 5 минутта түседі, әр кезде әртүрлі түседі. Қарағандарыңызға рахмет. Видеоны ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Бұл сайттың сілтемесін описанияға салып кететін боламын. Видеоны достарыңызға таратыңыздар. Келесі видеода кездескенше.